Сәлем достар. Бүгін біз Жапония туралы таңқаларлық және қызықты фактілермен бөлісеміз. Жапония технологиялық жетістіктерімен бай мәдениетімен танымал ел. Ал енді келесі 10 фактіге назар аударыңыз. Бірінші факт. Токионың метросында таңертеңгі қарбалас ерекше көрініс. Метрополитен қызметкерлері жапон тілінде оларды ошия деп атайды. Жолаушыларды вагондарға итеріп кіргізеді. Бұл көрініс Жапонияның уақытқа қаншалықты мән беретінін және тәртіпке қаншалықты мұқият қарайтынын көрсетеді. Әрине, бұл жүйе тиімді, бірақ сырт көзге өте таңқаларлық болып көрінуі мүмкін. Токионың метросы әлемдегі ең тығыз жолаушылар ағыны бар көлік жүйелерінің бірі, сондықтан осындай ерекше шаралар қолдануға тура келеді. Екінші факт. Жапония бұл вендинг автоматтарының көптеген түрлерімен танымал ел. Жапонияда вендинг машиналарының саны өте көп. Елде шамамен 5 миллионға жуық вендинг машинасы бар. Бұл машиналардан сусындар мен тағамдарды ғана емес, сондай-ақ киім, ойыншық, тіпті балғын өнімдерді де сатып алуға болады. Кейбір вендинг машиналарында тіпті ыстық тағамдар да бар. Бұл машиналар әрбір бұрышта орналасқан және күндіз-түні жұмыс істейді. Вендинг машиналарының көптігі және олардың ассортиментінің алуан түрлілігі Жапонияның инновацияға және тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген ұмтылысын көрсетеді. Үшінші факт. Гейшалар мен самурайлар. Гейшалар мен самурайлар Жапонияның мәдени символдары. Гейшалар дәстүрлі жапон өнерінің мамандары. Олар ән айту, би билеу, шай құю рәсімдерін өткізу сияқты өнер түрлерімен айналысады. Гейшалар дәстүрлі жапон өнері мен мәдениетінің сақтаушылары. Самурайлар болса, Жапонияның феодалдық дәуіріндегі жауынгерлік элита өкілдері болған. Олар өздерінің қылыштары катанамен танымал. Самурайлар ержүрек жауынгерлер, олардың кодексі адалдық пен ерлікке негізделген. Самурайлардың тарихы мен дәстүрлері Жапонияның мәдени мұрасының маңызды бөлігі болып табылады. Бұл таңғажайып дәстүрлер бүгінгі күнге дейін сақталған. Төртінші факт. Технологиялық жаңалықтар. Жапония технологиялық жаңалықтармен әлемге әйгілі. Елде робототехника мен жасанды интеллект саласында үлкен жетістіктерге қол жеткізілген. Мысалы, Токионың қонақ үйлерінде роботтар қызмет көрсетеді. Бұл қонақтарды таң қалдыратын ерекшелік. Сондай-ақ, Жапонияның көптеген мейрамханаларында роботтар тағам дайындап жеткізіп береді. Технологиялық инновациялар тек қана кәсіпорындарда емес, сонымен қатар күнделікті өмірде де кеңінен қолданылады. Қоғамдық көліктен бастап үй құрылғыларына дейінгі көптеген нәрселерде жасанды интеллект және автоматтандыру элементтері енгізілген. Роботтар мен жасанды интеллект күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналған. Технологиялық жаңалықтардың арқасында Жапония көптеген салаларда көшбасшы болып табылады. Жапонияның технологиялық даму деңгейі мен инновациялық көзқарасы әлемнің басқа елдеріне үлгі болып табылады. Бесінші факт. Онсендер. Онсендер бұл табиғи ыстық су көздері, олар Жапонияның әр түкпірінде кездеседі. Бұл ыстық су көздері денсаулыққа пайдалы және тыныштандыратын әсері бар деп саналады. Онсендерге барып суға түсу Жапон мәдениетінің маңызды бөлігі. Бұл жерлерде адамдар демалып, стрессті жеңілдетеді. Көптеген онсендер табиғат аясында орналасқан, бұл демалысты одан әрі жағымды етеді. Кейбір онсендерде жабық және ашық бассейндер, сондай-ақ минералды құрамды су көздері бар. Онсендерде шомылу дәстүрі жүздеген жылдар бойы сақталып келеді, және Жапон халқының өмірінде ерекше орын алады. Жергілікті тұрғындар мен туристер денсаулыққа пайдалы бұл орындарға жиі барады. Бұл дәстүрлі су көздері Жапон мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылады, және олардың тарихы мыңдаған жылдарға созылады. Алтыншы факт. Аниме және манга. Жапония аниме және манганың отаны. Бұл өнер түрлері тек балаларға ғана емес, ересектерге де арналған. Аниме мен манга Жапонияның мәдени және шығармашылық индустриясының маңызды бөлігі болып табылады. Жыл сайын Жапонияда аниме мен манга фестивальдері өткізіліп тұрады. Онда фанаттар сүйікті кейіпкерлермен кездеседі және жаңа шығарылымдарды талқылайды. Бұл фестивальдерге әлемнің түкпір-түкпірінен жанкүйерлер келеді. Аниме және манга фестивальдері жанкүйерлер үшін ең ерекше және көңілді іс-шаралар болып табылады.
олар әдетте косплей конкурстарын, арнайы қонақтарды, мангака, дауысты актерлер, режиссерлер, көрме залдарын, панельдік сессияларды және аниме мен манга әлеміне байланысты басқа да көптеген іс-шараларды қамтиды. 7-ші факт. Айналадағы заманауи архитектура. Жапония заманауи архитектурасымен де танымал. Бұл елде дәстүр мен заманауи дизайн үйлесімді түрде бірігіп, ерекше көрініс береді. Жапонияның заманауи архитектурасы туралы бірнеше қызықты мәлімет. Tokyo Skytree әлемдегі ең биік мұнаралардың бірі болып табылады. Мұнараның биіктігі 634 метрді құрайды. Токио қаласының көрінісін тамашалау үшін 2 бақылау алаңы бар. Қосымша ақпарат. Токио әлемдегі ең үлкен қала ретінде танымал. Токионың метрополитен аймағында шамамен 37 миллионнан астам адам тұрады. Ропpongi Hills. Бұл мұнарада Токиода орналасқан. Бұл кешенде Мори мұражайы, заманауи өнер көрмелері, кинозалдар және көптеген мейрамханалар бар. Ропpongi Hills заманауи өмір салтын көрсетеді. Киото станциясы. Бұл Жапонияның Киото қаласындағы станция. Киото станциясының заманауи дизайны туристерге және жергілікті тұрғындарға қызмет етеді. Ғимараттың ішінде көп деңгейлі сауда орталықтары мен түрлі мәдени шаралар өткізіледі. 8-ші факт. Харакири дәстүрі. Харакири бұл самурайлардың ар-намысын сақтап қалу үшін өз-өздерін өлтіру дәстүрі. Бұл дәстүр Жапонияның өткен тарихында маңызды рөл атқарған. Харакири немесе сеппуку самурайлар үшін құрмет пен адалдықтың ең жоғары көрінісі болып саналған. Бұл рәсім көбінесе жауынгерлердің жеңілісі немесе өз қожайынына деген адалдығын сақтау үшін жасалған. Қазіргі заманғы Жапонияда бұл дәстүр жойылғанымен, оның тарихи маңызы және самурайлар мәдениетіне әсері әлі күнге дейін сезіледі. 9-ші факт. Киотодағы ғибадатханалар. Киото қаласы өзінің ежелгі ғибадатханаларымен танымал. Бұл жерде 1600-ден астам ғибадатхана бар. Олар Жапонияның тарихи және мәдени мұрасының бөлігі болып табылады. Киотоның ғибадатханалары өздерінің әсем архитектурасымен және бейбіт атмосферасымен ерекшеленеді. Бұл ғибадатханалар ғасырлар бойы Жапон мәдениетінің рухани және мәдени орталығы болып келген. Киотоға келген туристер бұл ғибадатханаларға барып, олардың тарихымен және рухани мұрасымен таныса алады. 10-ші факт. Сакураның гүлдену мерекесі. Жапонияның көктемінде сакураның гүлдену мерекесі атап өтіледі. Бұл уақытта адамдар саябақтарға барып, сакура ағаштарының әдемілігін тамашалайды. Сакураның гүлденуі Жапон мәдениетінде ерекше орын алады, және бұл оқиға көктемнің келуін білдіреді. Сакураның қысқа мерзімді гүлденуі өмірдің өткіншілігін және оның әр сәтінің құндылығын еске салады. Бұл мереке отбасылар мен достардың бірігіп, пикник жасау және табиғаттың әсемдігін тамашалау мүмкіндігі болып табылады. Міне, достар, Жапония туралы таңқаларлық 10 факт. Бұл елдің бай мәдениеті мен ерекше дәстүрлері сізді таң қалдырды деп үміттенемін. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз қандай ел туралы келесі видео көргіңіз келеді? Төмендегі пікірлерде жазыңыз. Келесі кездескенше. Біздің басқа видеоларымызды көру үшін осы жерді басыңыз және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта біз сіздерге тағы да қызықты және танымды видеолар дайындаймыз. Сау болыңыздар.